Арал индустриалды техникалық колледжінің математика пәнінің оқытушысы Түлімбетова Жадыра Қырғызбайқызы. Сабақтың тақырыбы конус айналу денесі. Сабақтың мақсаты білім алушыларға конус және оның элементтері туралы түсінік беру, конустың толық бетінің бүйір бетін аудандарын есептей отырып, шапшаңдыққа, тиянақтылыққа, ұқыптылыққа тәрбиелеу, өз бетінше жұмыс жасай отырып, ойлау қабілетін дамыту. Ең алдымен жаңа сабағымызды бастамас бұрын, айналу денелері дегеніміз не және оларға қандай денелер жатады деген сұраққа жауап беріп түсініктеме беріп көрейік. Айналу денелері дегеніміз қозғалмайтын, оське қатысты жазық фигураны айналғаннан болатын денелерді айтамыз. Айналу денелеріне конус, цилиндр, шар жатады. Бүгінгі біз жаңа сабағымызда осы айналу денелерінің бірі конусты қарастыратын боламыз. Конус дегеніміз тік бұрышты, үш бұрышты катетінен айналдырғанда шығатын фигура. Күнделікті біз тұрмыста қолданып жүрген сәукеле, сәбіз, осы бүгінгі біздің тақырыбымыз конусқа мысал бола алады. Суретте көрсетілген сызбаға қарап, конустың бірнеше қасиеттерін ажыратып тұжырымдауға болады. Айталық, АО катетін айналдырғанда конустың табаны деп аталатын дөңгелекті сызып шығаруға болады. Екінші қасиеті, конустың табан жазықтығы оның ПО осіне перпендикуляр, яғни ПОА бұрышы 90 градусқа тең. Мұнан біз конустың биіктігін тауып алуымызға болады. Конустың үшінші қасиеті, конустың төбесінен оның табан жазықтығына түсірілген перпендикуляр биіктік деп аталады. ПА гипотенузасы осьтен айналған кезде оның бүйір бетін сызып шығады. Табан шеңберлерінің кез келген нүктесін П нүктесімен, яғни төбесімен қосатын кесінділердің проекциялары тең, сондықтан олар өзара тең кесінділер болып табылады. Конустың элементтері. Бізде суретте көрсетілген М нүктесі төбесі, М нүктесіне қарама-қарсы жатқан дөңгелек конустың табаны деп аталады. О нүктесі конустың осі, МА1 кесінділері конустың жасаушысы болып табылады. Осы жасаушылардан құралған бет конустың бүйір беті деп аталады. Конустың түрлері. Конустың екі түрі бар. Бірі тік дөңгелек конус, екінші тік емес конус. Тік дөңгелек конус дегеніміз дөңгелекке түсірілген биіктік, оның центріне дәл келетін болса, онда біз оны тік дөңгелек конус деп атаймыз. Ал тік емес конусты біз бүгінгі сабағымызда қарастырмаймыз, себебі ол айналу денелеріне жатпайды. Конустың жазықтықпен қимасы. Осьтік қимасы, төбесі мен табанның хордасы арқылы өтетін қимасы, осіне перпендикуляр қима. Енді осы қималарды жеке-жеке қарастыратын болсақ, жазықтық конустың табанын хорда бойымен, ал бүйір бетін екі жасаушысы бойымен қиып өтеді. Мұндай қима тең бүйірлі үшбұрыш болады. Жазықтық конустың осі арқылы өтсе, онда пайда болған қиманы біз осьтік қима деп атаймыз. Мұндай қима үшбұрыш болады. Конусты оның осіне перпендикуляр және табанына параллель қиып өтсе, онда пайда болған қима дөңгелек болады. Конустың жасаушысы арқылы өтетін, бірақ конуспен ешқандай ортақ нүктесі болмайтын жазықтық конусқа жанама жазықтық деп аталады. Конустың бүйір бетін бір жасаушысының бойымен тіліп, оның жазбасын алуға болады. Конустың бүйір бетінің жазбасы, радиусы конустың жасаушысына тең, ал доғасының ұзындығы табан шеңберінің ұзындығына тең сектор болып табылады. Конустың бүйір бетінің ауданы оның табан шеңберінің ұзындығы мен жасаушысының көбейтіндісінің жартысына тең. Яғни S тең
PRL-ға. Мұндағы R конустың табанының радиусы, L конустың жасаушысы. Конустың табанының ауданы тең PR квадратқа. Яғни табаны дөңгелек болғандықтан, оның табанының ауданы дөңгелектің ауданына тең. Конустың толық бетінің ауданы бүйір бетінің ауданы мен табанның ауданының қосындысына тең. Енді бізге берілген 15-ші есепті шығаратын болсақ, бізге конустың биіктігі берілген, табанның диаметрі берілген, бүйір бетінің ауданын табуымыз керек. Конустың биіктігі, яғни H бізде 4 сантиметрге, AV-ны диаметрін AV деп аламыз 6 сантиметрге, диаметрдің жартысы радиус 3 сантиметрге тең. Енді біз бүйір бетін табу үшін бізге P белгілі, R белгілі, бізге белгісіз L, яғни конустың жасаушысының мәні белгісіз. Сол себепті конустың жасаушысын табу үшін Пифагор теоремасы бойынша тең бүйірлі үшбұрыштың гипотенузасының квадраты катеттердің квадратының қосындысына тең. Пифагор теоремасы бойынша жасаушысын тауып аламыз, яғни L бізде 5-ке тең болды. Ары қарай бүйір бетінің формуласына қоямыз, яғни π көбейтілген 3 көбейтілген 5 тең болады 15 π-ге. Осымен жаңа сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет.